Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын тефтелиді үйрететін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Турап болғасын ыдысымызға салып, кішкене араластырып жібереміз. Тұз, күріш, бұрыш, тұз салып араластырамыз. Сосын жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, тефтелидің формасын жасап аламыз. Домалақ етіп жасап болғасын қызып тұрған майға салып, әдемілеп қуырып аламыз. Тефтелиді қуырып болғасын енді сорпасының затын дайындаймыз. Ең алдымен сарымсақты тураймыз. Сәбізді тураймыз. Және де картошкамызды турап аламыз. Бәрін турап болғасын қызып тұрған майға сәбіз бен сарымсақты салып жақсылап қуырып аламыз. Картошкамызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Томат пастасын саламыз. Жақсылап араластырып, суымызды құямыз. Содан соң қайнап шыққасын тефтелиларымызды бәрін салып шығамыз. Және де баяу отта тамақ піскенше қайнатамыз. Мінекей тефтелиіміз дайын болды. Өте сондай әдемі, өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.